артқа сырғу орын алады. Біздің христиандық шайқас дегеніміз не? Әулиелерді сақтауға және ұстауға Құдай ғана жауапты емес екенін дәлелдейтін кері кету орын алады. Өйткені бұл рас болса, Дәуіт пен Сүлеймен патша сияқты ешкім ешқашан жолдан таймас еді, өлімге апаратын күнәға бет бұрмас еді. Біздің заманымыздың ең танымал киелі кітап мұғалімдері жоққа шығарғанымен, рухани өлім әділ адамдар үшін үнемі қауіп болып қала береді. Біздің христиандық шайқасымыздың және христиандық жауапкершілігіміздің негізгі бөлігі Құдай сөзін мүмкіндігінше көп адамдарға тарату және қорғау. Киелі кітап абсолютті түпкілікті рухани билік болып табылады, бірақ адамдар бұған да қарсы болды. Олардың кейбіреулері құтқарылу үшін әмбебаптық пен нәрестелерді шомылдыру рәсімінен өтуді үйретті, немесе Мәриям сияқты өлілерге, немесе дұғаларымызды қабылдамайтын, немесе тіпті ести алмайтын әулиелер деп аталатын дұғалар үшін. Біз қауіпті күндерде тұрмыз. Христиандық куәлік және жанды жеңу әрқашан күнделікті басымдық болуы керек. Нағыз ізгі хабар құлды күнәға тәуелділіктен босатады. Римдіктерге 6:22. Күнәнің бақылаушы әсерінен мұндай еркіндік барыны алкоголизм, сексуалдық тәуелділік, есірткі және тәуелділерге ұсынылады. Егер сіз өкінгеннен кейін әлі де темекі шегетін, немесе маскүнем, немесе педофил болсаңыз, онда сіз бұл еркіндікке әлі қол жеткізген жоқсыз. Күнәңізге тәуба керек, оны жасауды доғару, педофил немесе темекі шегу, немесе нашақор болуды доғару керек. Мұндай адам христиан емес. Ол дәл жоғалған адам сияқты. Оны күнәһар немесе кәпір деп те атайды. Бұл күнәкарлар үшін әділдік деп есептелмейді. Мәңгілік қауіпсіздік тұрғысынан есептелген әділдік туралы ілім мынада: бір рет құтқарылған адам киелі және әділ өмір сүрмей, киелі және әділ болады. Мәсіхші құтқарылатын әділдіктің осы жалған нұсқасына сенетін адамдар үшін Исаның әділдігін құтқару нүктесінде қабылдайды, және Құдай алдындағы бұл әділ және киелі жағдайды тіпті кейіннен жасалуы мүмкін ең сұмдық және жексұрын зұлымдықтар ешқашан өзгерте алмайды. Олар сондай-ақ кейде бізге былай дейді: Құдай христианның күнәсін көре алмайды. Оның орнына ол тек Исаның әділдігін, ханын және рахымын көреді, бірақ ешқашан күнәні көрмейді. Олар үшін Исаның киелілігі мен мінсіздігі христианның мәңгілік киелілігі мен мінсіздігі болып табылады. Бұл олардың әділдік туралы ілімі, ол жындық және өлімге әкеледі. Қарапайым тілмен айтқанда, Иса Мәсіхке сенім арқылы келетін шынайы әділдік Исаға мойынсұнғыш сенімге ие болған және өкінген кезде болады. Құтқаруға келетін шынайы сену мағынасы мойынсұну дегенді білдіреді. Ескертпе: Құдайдың алдындағы әділ және киелі ұстаным дінге келгеннен кейінгі күнәкар әрекет, жалған ізгі хабарға сену немесе уағыздау немесе қудалау кезінде Исадан бас тарту арқылы жоғалуы мүмкін, жоққа шығарылуы және жоққа шығарылуы мүмкін. Тәубе еткен адам Мәсіхтегі жаңа жаратылысқа айналады және өмір сүрудің өте маңызды мақсаты болады, яғни Құдайдың ақиқатын көрсету. Иса Мәсіхтің ізгі хабарының рухани динамиктік күші болғандықтан, егер олар Құдай сөзін кішіпейілділікпен қабылдап, Иса Мәсіхке адалдықпен еру үшін күнәларынан шын жүректен бет бұрса, асыл жандар құтқарылады. Христиандар Исаның отбасы, Құдай сөзін жүзеге асырады. Қысқасы, құтқарылу үшін Иса Мәсіхке сену керек. Мәңгілік өмір бұл жай ғана сыйлық және қазіргі шақ емес. Мәңгілік өмір бұл болашақта тек жақсылық жасауда табандылық танытып, қасиетті өмір сүретін және рухқа ұнамды болу үшін егін егуден бас тартпайтындар үшін әлі орылатын үміт. Христиандық өмір әсіресе рухани көшбасшылық, танымалдылық сайысы емес. Құдайдың қызметшілері әрқашан аз естілетін дауыс пен әсерге ие азшылық болды, ал жақсы қабылданатын және жоғарылатылған соқыр жетекшілерден әлдеқайда көп болды. Қой терісін жамылған қасқырлар христиан емес. Қасқырлар қой емес, өздерін Құдайдың құлымын дейтін болса да, қойларды жейді. Киелі кітапты, әсіресе жаңа өсиетті білу рухани өмір сүруіміз үшін өте маңызды. Жазбалардан үзінді келтіретін мейірімді мұғалімге сенуге болмайды. Сіз киелі кітапты өзіңіз оқуыңыз керек. Неліктен? Өйткені біздің ортамыз көптеген қауіптерге толы. Сіз мәңгілік үшін күресіп жатырсыз. Өміріңізді Құдай үшін есептеңіз. Дүниеге дос болу, Аллаға жау болу. Әумин.